Бізге видеоның басында 22 жыл бұрынғы Ухараны көрсетеді East Blue. Әрмен қарай Драгон мен Эйнштейн, яғни Вегапанк екеуі ғасырлар бойы өмір сүрген алыптар мен Ухара кітабы жайлы талқылайды. Осылай екеуінің әңгімесі қызып жатқан кезде Драгон өзінің армиясын қалай құрғандығы жайлы айтып бастайды. Бір қызығы екеуі сөйлесіп жатқан кезде Драгон Вегапанкқа менің командама қосыл деп ұсыныс жасайды, ал Вегапанк әлбетте одан бас тартады. Себебі дозорнелар Хара кітабын не екендігі жайлы біліп алмас үшін. Енді Вегапанк пен оның командасы ары қарай жұмыстарын жалғастыру үшін жолға аттанып кетеді. Вегапанк болса Мугиваралар жаққа қарай келген болатын. Вегапанк Мугивараларға өзінің фруктысын таныстырады, оның аты Номи. Егерде сен қаншалықты ақылды және де білімің көп болса, соншалықты миың үлкейе береді. Осылай әңгімелерін жақсы айтып болғаннан кейін Вегапанк өзінің командасындағы мүшелермен таныстырады. Вегапанк бір сабырлы және де төзімді. Екінші Вегапанк Эдисон, Пифагор және де жауыз қыз. Ешкімді аямайтын және де ұрып соғатыны Йорктар, таныс болыңыздар. Осыдан кейін Вегапанк өзінің күшін қасындағы Мугивараларға таныстырады және де оларға бұл күші ұнайды. Бонни Вегапанк Мугивараларға тиісіп жатыр деп дұрыс түсінбей қалады да оған жәндіктер атака жасап бастайды. Қалай ойлайсыздар, бағалдегі масалар Бонниді шағып өлтіріп тастады деп ойлайсыздар ма? Жоқ, әлбетте, Бонни бағалдегі масаларды көріп талып қалған екен, ал Луфи болса оны ұстап үлгерді. Маладес Луфи. Вегапанк Мамоноскенің жеген жемісін есіне түсіреді де қарғыс атқыр қалай ғана оны жеді, себебі оның түсі басқаша деп ашуланады. Бізге мына роботты таныстырады. Бұл робот көптеген жылдар бұрын әлемдік үкіметке шабуыл жасаған. Вегапанк және де Мугивараларға кім келді деп ойлайсыздар? Әлбетте сол баяғы Роблучи. Роблучи ашуланады да қасындағы Вегапанктың мүшелеріне тез арада кетіңдер деп айтады. Біз бұл жақтан кетпейміз деп Вегапанк 2 айтады да Роблучи жарайды өздерің біліңдер деп атака жасайды. Революционная армия өздері сөйлесіп жатқан кезде Кума толықтай емделмей жатып, өздерінің аралдарынан қашып кетеді. Вегапанк Луфиға айтады, енді менің келесі жоспарым барлық адамзатқа тегін жанармай отындарды тарату. Джимби Вегапанктың бұл айтып жатқандары толықтай орындалмайды және де ақмақтық деп айтады, ал Вегапанк мен бұл жоспарларымды толықтай орындап ресурстар, балама отын, энергия көздерін толығымен ашамын. Менің келесі жоспарым осы деп жайып салады. Бірақ та бұл нәрселерді орындау үшін бағалдегі роботты оятып, оны жұмыс жасату қажет. Осылай сөйлесіп жатқан кезде қалаға Роблучидің әскерлері басып кіреді. Ойпырмо, барлығын қырамыз деп тұрғы мыналар. Шака енді барлығына да өздерінің жасап шығарған әскерлерін Роблучиға қарсы қолданамыз деп айтады. Вегапанк Луфидан көмектесуін сұрайды. Луфи әлбетте ойланбастан көмектеседі. Каку өзінше ары ойланып, бері ойланып, Вегапанктың айдаһарына шабуыл жасаған еді, қолынан боқта келмей қалады да тым істей алмай позор болып қалады. Каку ашуланады да жоғардағы тұрған барьерге атака жасаған еді, өзіне қарсы атака жасады. Егерде сен барьерға атака жасайтын болсаң, ол өзіңе қайтадан келеді. Вам лучше недооценивать величайшего. У тебя ужасный характер, Стуси! Ты разогрелся? Вегапанктың адамы қатты ашуланады да Роблучиларға айқайлап тастайды. Маладес. Роблучи енді менің кезегім келді дейді де Вегапанктың әскеріне басын жұлып алды ма, бір бәле қылып өлтіріп тастайды. Луфи мен Джимби, Чоппер және де Бонни келе жатқан кезде алдарынан Роблучиді кездестіріп қалады. Мугиваралықтар Вегапанктың әскеріне қарай жүгіріп барады. Бұл әскер Мугивараларды жақсы күтіп алған еді, бірақ та Чопперді жіберген кезде қалпына келмейтіндігін естіді Луфи. Акайну болса штатта отырған кезде басқа дозорнилардың не бітіріп, не қойып жатқандағы жайлы көмекшілерінен сұрайды. Менің бір түсінбегенім, Роблучи неменеге Луфимен шайқаса береді, әлі өзін мықтырақ санайды ма? Екеуі қанша жылдан бері шайқасып келе жатыр. Соңында барлығында таңғалдырды. Луфи 5-ші гирін қосты. Я чувствую!
Роблучи бұндай соққыларды, бұндай трансформацияны көрмегендігі анық, есін жинай алмай қалады Луфидің соққысынан. Роблучиді барлығымызда чорт па деп ойлап қалсақ, ол да Луфиді таң қалдырды. Жылдамдығы өте керемет екен. Луфидің өзі қай жақта жүргендігін таппай қалады да атака жасаған еді, бірақ та Луфидің реакциясы мықтырақ болып шықты Роблучидан. Роблучи мен Луфидің шайқасын көріп жатқаны Вегапанк, мен бұндай фруктың егесін ешқашанда көрмеппін. Бұл адам емес, құдай деп ойлап жатыр Ника Робин. Вегапанктың айтуынша, Ника яғни 5-ші герой Луфидің фруктысы. Егерде сен оны жейтін болсаң, өзің бұл әлемнің қожайыны, не істесең де өзің білесің, еркіндіктің фруктысы деп айтады Вегапанк. Жалғыз Роблучи мен Луфи ғана емес, ортаға Сентамару да кіріседі де өзінің әскерлерін жібереді. Ең бірінші кезекте Гарасейлер, одан кейін барып Вегапанк өзінің жоспарларына кіріседі, ал үшінші Сентамару. Ал Луфи болса Роблучидің көтін тағы да айырып тастасын. Пистолет! Луфи Роблучиді әбден сабап тастағаннан кейін Сентамару неліктен Луфидан күліп жатқандығын сұрайын деп жатқан кезде Лучи Сентамаруға шабуыл жасайды. Сентамаруға атака жасағаннан кейін Роблучи өзінше бір нәрселерді айтып мыңғырлап жатады. Содан кейін Луфи атака жасайын деп еді. Роблучидің реакциясы мықтырақ болып шығады. Луфи Сентамаруды құтқара алмағаннан кейін одан кешірім сұрайды да Роблучидің көтін өзі-ақ айырып жібереді. Луфи болса Роблучиді смело айырып тастайды, ал Вегапанктың кіші әскерлері болса қалған Роблучидің майда әскерлерін жалғыз өздері шашып тастайды. Не деген командалық жұмыс. Маладес, өте керемет. Фрэнки болса Вегапанктан тез арада бір нәрсені жасауын сұрайды, ал Вегапанк барлығында сабырға шақырады да мен зоан фруктларын қалай қолдану, ішінде қандай қасиеттері бар екендігін білемін деп айтады Вегапанк. Тыныш тұрыңдар, әйтпесе барлықтарыңды да қырып тастаймын деп қорқытады типа Вегапанк. Вегапанк өзі жасап шығарған роботта Роблучидің бағалегі майда әскерлерін смелақ шашып тастайды. Осылай барлығымызда сөйлеп түсіндіріп жатқан кезде менің өзім түсінбей қалдым. Луфидің басы дәу гигант болып кетті ме, не болып кетті? Луфи Роблучиді әбден қорқытып тастайды да жан-жақтан оған атакалар жасайды. Ал Луфи болса өзі тағы да мода көрсетіп, очкиін тағып алып, міне қара Роблучи, мен өстім, ал сен сол баяғы слабы екенсің дегендейге келтіреді де жағын көзіне көрсетеді. Роблучи мен Луфи шайқасып жатады, ал Вегапанктың қалған әскерлері штатқа қарай жүгіріп келеді де Луфидан тез арада бір нәрсе жасауын сұрайды. Луфи болса тез арада басын жақсырақ жұмыс жасатады да Сентамаруда Луфиға тез арада кетуін бұйырады. Барлығы да бір-бірін түсінеді де тез арада қауіпсіз аралға қарай кетейік деп кетіп қалады. Ал барлығымыз да Сентамарудың өлгендігін көреміз Роблучидің алдында. Не нравишься ты мне. Барлығы да штатта келесі жоспарлары жайлы әңгімелесіп жатқан кезде Вегапанк Мугивараларды жинап алады да өзінің жасап шығарған роботтарымен таныстырады. Мен жасап шығарған әскерлер және сендер Мугиваралықтар біз Шичибукайлардан әлде қайта мықтымыз деп айтады Вегапанк. Алдағы күндер өте қауіпті. Бонни және де қалған Мугиваралықтар не істерлерін білмей бастары қатып жүреді. Фрэнки болса Вегапанкты өзінің қайығында көргендігіне қуанышты. Нами болса сендер немене Вегапанктың артынан жүресіңдер ме деген кезде Санджи Намидің көтіне кіріп кетеді. Әлемдік үкіметке, яғни дозорнелардың штатына қарай кім келді десеңіздер, әлбетте Кума. Неліктен? Кума Тенрибитодан құтылған еді, әлемдік үкіметке келді. Әрмен қарай бізге көптеген қайықтар мен кемелерді көрсетеді. Каку тұрады да зоролар жатқан қайыққа атака жасайды. Ал Вегапанктың әскерлері болса Кафудың шынымен адам емес жай ғана жираф екендігіне көз жеткізді. Мугиваралықтар не істерлерін білмей бастары қатып жатса, мына жақта Бонни Вегапанкқа шабуыл жасап жатыр. Себебі Вегапанк Куманы толықтай ұстай алмағандығы үшін. Вегапанк әйтеуір мына Боннидан құтылдым-ау деп енді қарайын деп жатқан кезде Бонни тағы да ашуы басылмағаннан соң Вегапанкқа шабуыл жасайды. Бонни оған көптеген оқтарды атады да Вегапанкты кішкентай бала қылып тастайды. Вегапанкты жайына қалдырады да Бонни өзі қалаған нәрсеге қол жеткізді.
Әрмен қарай бізге Киллер мен Китті көрсетеді, олар өздерінің келесі жоспарларына аттануда. Бізге T-14-ті көрсетеді. Гарп бұл аралға келген себебі Хелмоппоны және де өзінің әскерлерін алып кету үшін. Зоро мен Каку болса бір-бірімен қайтадан шайқастарын бастап кетеді. Екінші раунд. Дозорнилар болса Куманың құлап келе жатқандығын байқады және де оны оңай ұстап аламыз деп ойлаған еді, болмады. Нами болса Санджиді былшиып отыра бермей одан да барып Зороға көмектесіп жібереді. Бұл подкаблок әлбетте оның айтқанын орындайды, себебі ессіз ғашық қой бұл бала. Лучи барлығында қырып жоямын деп айтады және де пункт управленияны құртады. Әрмен қарай бізге Стусиді көрсетеді. Ол өзінің кереметтей күшімен Роб Лучиді смело жеңіп таңғалдырды барлығымызды. Ең жақсы клондардың бірі Стуси. Зоро Санджи әйтеуір дегенде Какуларды жеңіп бітті, одан кейін Стусимен танысады. Стуси осы уақытқа шейін қолмен не болмаса қылышпен либо фруктымен шайқасып келмей адамдардың барлығын жеп келген бе сонда? Вампир ғой бұл. Мугиваралықтар не істерлерін білмей жатса, Брук Большая мамочка жайлы Стусидан сұрайды. Ал Мугиваралардың келесі жоспары қандай болады екен? Вегапанк келесі жоспарларына көшіп жатыр. Зоро мен кішкентай бала екеуі бірден шайқасқа кірісіп кетеді. Не может быть! Әйтеуір дегенде барлығы өздеріне керек адамдармен көрседі де бақыттан бастары айналып жатады, ал біздің Зоро мен Санджи қайтадан қырылып кетеді. Луфи болса Вегапанкты өзі іздеуге шығады. Финкс Новый Светке дозорнилар келеді, яғни Белаустың бұрынғы аралы. Дозорнилар қалаға қарай басып кіреді де халықтан ақша талап етіп, қазыналары бар ма жоқ па тез арада айтыңдар деп оларды күштейді. Дозорнилар халықтың барлығын қысып жатқан кезде ортаға кім келді деп ойлайсыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Белаустың баласы болса менің әкемнің аралында неғып жүрсіңдер деп дозорнилардың барлығын қайтарып жібереді. Барсалина Кизару болса өзіне келген қонаққа шай беріп оны жақсылап күтіп алады. Оның аты әлбетте Гарасей Сатурн. Бұл Әзәзіл өзінің келесі жоспарын құруда. Сентамару сонда не, тірме бұны Роб Лучи әлде өлтірген жоқ па? Сентамаруды енді барлығы да сатқын деп атайтын болды. Неліктен? Себебі ол өзінің тірі екендігін ешкімге де айтқан жоқ. Мугиваралықтар шаршап демалып жатыр, одан кейін ортаға Санджи келеді де маған барлық әйелдер жасына қарамастан ұнайды деп айтып салады. Спасибо! Да, ты тоже накормила нас. Нами барлық мугивараларға орындарынан тұрып тез арада жұмыс жасаңдар деген кезде Робин ортаға қарай қосылады да оларды жайына қалдыр, олардың қазір шамасы келмейді деп айтады. Кейбір адамдар Морганстың алдына қарай келеді де Мугивара Луфи жайлы ақпараттарды сұрайды. Мугиваралар қазір Вегапанктың қасында және де Вегапанк бұл әлемдегі ең атақты адамдардың бірі. Егерде Мугиваралар тұтқынға түсіп қалатын болса, дозорнилар оларды бірден өлтіреді деп айтады. Ал Виви бұл нәрсеге келіспей қасындағы көмекшілерін барлық нәрселерді іздеуге жұмсайды. Құс бағалдегі адамдарға бұл газеттерді ешқашанда оқи алмайсыңдар. Менің рұқсатымсыз, себебі бұл нәрселерді тек қана мен істеймін. Если ты сбежишь, нас всех убьют! Боннидің тағы да жүрегін ауыртқан нәрселердің бірін ол Вегапанк жасап шығарған мына кішкентай балақай еді. Оны әбден ұрып сабап тастайды көзінше. Бонни өзінің әкесін есіне алады. Одан кейін Кума дозорнилардың штатына қарай өз еркімен бара жатқандығын бәріміз де көріп тұрған шығармыз. Нами болса Мугивараларға тез арада менің қасыма қарай келіңдер деп айқайлап шақырады. Луфи әлбетте Намилар жаққа қарай барады, себебі не болып жатыр, не істеп жатыр барлығында білу үшін. Робин және де қалған Мугиваралар Вегапанктың тағы да бір лабораториясына келіп өлген кейіпкерлердің органдарын ала алады екен және тексереді. Гав! Ты тоже будь осторожен. Вегапанктың адамдары кейбір өздерінің әскерлерін ұстай алмай қалады, одан кейін біздің қолымыздан еш нәрсе де келмейді. Вегапанкты іздейміз деп жолға аттанады. Мугиваралар кішкентай ғана Йоркты көреді де және оған келіп еш нәрсе де жасай алмайтындықтарын айтады. Ал Вегапанк жасап шығарған әскерлер Мугиваралардың өздеріне шабуыл жасайды. Енді әлбетте One Piece'тің авторы о да бұндай кезде сюжетный броняны қосатындығы белгілі.
Санджи болса өзіне тағы да бір достойный қарсылас тапты ма таппады ма ол жағын білмедім енді. Вегапанктың көмекшілері Серафимдерді райынан қайтарғысы келген еді, бірақ та олар да райларынан қайтпай Мугивараларға тағы да шабуыл жасайды. Лили болса тез арада мыналардың көздерін құртыңдар деп айтады, ал Каку және де Лучи бұларға, яғни Серафимдарға өздерінше әңгіме айтады. Луфи мен Зоро болса өздерінше бастары қатып тұрған кезде мыналарға білмейменді не айтатындарынше. Барсалина, Кизару және де оның көмекшілері Яични Галаваға аттанбақшы. Сентамару болса барлығына егерде тірі қалғыларын келсе бұл аралдан тез арада кетіңдер деп айтады. Ал Вегапанк бірі болса Серафимдар істен шықты, олар бізді енді өлтірмекші деп айтады. Зоро мен Луфиға Каку мен Лучи мен бұл Серафимдардың көзін қалай құрту керектігін білемін деп айтады. Және де ол Луфимен бәстеседі. Егерде мен мына Серафимдардың көзін құртатын болсам, мені жайма қалдырасың деп айтады Лучи. Ал Луфи өзінің герін қосады және одан кейін Вегапанк жасап шығарған әскерлердің барлығын өздері альянс құрып сымила шашып тастайды. Не деген мықты командалық жұмыс десеңші. Егерде Лучи Луфидің командасына қосылатын болса, керемет командалардың бірі болатындығы белгілі. Әрмен қарай бізге новый мир, яғни жаңа әлемде Шанксты көрсетеді. Розовый шашты мына қыз алдарыңызда көріп тұрған Шанкстың көптеген бутылкадағы арақтардың ішіп жатқандығын көріп таңғалады. Розовый шашты қыз болса Шанкстың келесі жоспарын көріп естіп таңғалады. Әлбетте ол қандай жоспар? One Piece'ті іздеу және алдына шыққан қарсыластарының барлығының көзін құртатындығын айтады. Шанкс өзінің командасына көптеген мықты адамдарды қосты. Ол қандай адам десеңіздер, 2 гигант. Бұны барлықтарыңызда жақсы білетін шығарсыздар. Әрмен қарай бізге капитан Киттің қайығын көрсетеді. Ол бұрын Шанкспен шайқасып жатқан кезде бір қолынан айырылған еді, енді мен айырылмаймын деп айтады. Зоро типа Кингқа атака жасаған еді, бірақ та Зороның атака жасағандығы Кингқа өтпей қалады. Мугиваралар болса, бұл не бәле деп қатты ауыздарын ашып таңғалады. Әрмен қарай бізге кішкентай ғана Джимбейді көрсетеді. Ол Намидің алдында екеуі не істерлерін білмей тұр. Себебі Джимбейді Нами ұра алмайды. Нами осылай тұрған кезде баяғы Биг Мамның әскері тұрады да, не істесең де соны істе, мен сенімен біргемін деп бұған мотивация береді. Бірақ та Джимбейға бұл нәрселер өтпей қалады да, Санджи Намиді қорғап, Джимбейдің көтін бір-ақ айырады. Так, ну и ладно! Отступаем! Валим! Джимбейді құр қарап тұрмайын деп, Вегапанк жасап шығарған роботтарға өзі шабуыл жасауға кіріседі. Қыз болса өтіріктен жылайды да, Фрэнки оның көз жасына алданып қалады. Одан кейін кішкентай қыз барлығында алдап олардың барлығын тасқа айналдырып тастайды. Шоколака мен Вегапанк сөйлесіп жатқан кезде Шоколакаға біреуі хедшот береді. Сөйтсек Вегапанктардың өзара шайқастары басталып кетті ме? Вегапанкты атқан Вегапанк шығады. Не болып кетті өзі тікте түсініксіз ғой мынау. Ал дозорнилар болса, дозорни дегенде Кизару мен Гарасей Сатурн өздерінің алдағы жоспарын құруда. Қандай жоспарлар екендігін алдағы уақытта айтатын боламыз. Санджи болса Джимбейден удар жеп қалды, бірақ соның өзінде де шыдап тұр. Мари Джоа тақырыбына қарай қайтадан оралатын болсақ, 3 ай бұрын, яғни жоғарыдағы адамдар Вегапанктың өзіне хат жіберген екен. Ол хаттың өзіне нақты қандай шындықтары бар, не туралы Гарасейлер нені жасырып отыр, бұл әлемнің шындығы қандай, ол жағы толығымен айтылған жоқ. Дозорнилар болса өзара Гарасейлерді қорғап тұр. Санджи өзінің тамағын жасап жатыр. Йорктар не істейді екен, ол жағы белгісіз. Бірақ та Йорктармен дәл қазіргі уақытта Вегапанктың көмекшілері жақынырақ танысып бір-бірімен достасып жатқан көрінеді. Не позволю вам увидеть босса Тяна, принцесса! Юстас Киттің алдынан дәл қазіргі уақытта 10-ға жуық қайық шықты, ал ол 9-ын Смела жалғыз өзі лазерный пушкамен шашып тастайды 9 қайықты. Қызыл шашты Шанкс дереу менің алдыма кел деп Шанксқа вызов тастайды. Ал Шанкс оның вызовын қабылдап Киттің өзіне атака жасауға кіріседі. Менің бір түсінбегенім, Кит соншалықты ақмақ па? Ол деген Йонко ғой, ұтылса да вызов тастады.
I was raised as a youth, so the truth I got the scoop on how to get a bulletproof. Sex busting off the roof when I was a teenager. When the rules got major game, got major game rules. I'm living major, my adversaries is getting rough. Юсас Кид Шанкстың бір ударына да тұра алмай қалды. Одан кейін бізге кішігірім флешбектарды көрсетеді. Олар өздерінің командасымен болашақта қарақшылар патшасы боламыз деген армандары бар еді. Одан кейін Юсас Кидтің шаруасы біткеннен кейін қалған жұмыс мына екі гигантқа қалады. Бұл екі гигант біргеді де көздерін құртады. Әрмен қарай бізге түрмеде отырған охранниктерді көрсетеді және де Перона. Перона өзінің күшін қолданып, ол екі охранниктің көзін құрту үшін фруктысын қолданады. Ал Перона енді Кобиді кездестіреді де оны шығарып алуы қажет. Авало Пизаро өзінің фруктысын қолданып, барлығында бақылап тұр. Ал қала тұрғындары болса не істейді екен? Әлбетте Құдайға жалынып көмек сұрайды. Васкошоттың айтуынша, егерде қаладан біреу қашып кететін болса, көзін бірден құртамын деп айтады. Авало Пизаро оны әлбетте қолдайды. Сан Ван Волфтың ұйқысын бұзатын болсаң, бәлеге қалдың деген сөз. Черная Барада болса, қарқылдап күледі бүкіл әлемге. Одан кейін Коби, сенің пираттарың қайда? Немене, ешқандай пират менің алдыма келе алмайды ма? Әлде олардың күштері маған жетпейді ме деп күледі. Королевство Черной Бороды. Коби болса Черная Барадаға сенің айтып жатқандарыңның барлығы да түкке тұрғысыз деп оған айтады. Ал Кобидің арманы дозорный атану. Черная Барада өзінің командасына толықтай сенетіндіктен еш нәрседе жасамауға шешім қабылдайды. Коби болса қаша алмай әлек, ал оның артынан пираттар қуып жүр. Бір дозорныйдың басын кесіп тастаған еді, бірақ та еш нәрседе қолдарынан келмей, оның басы қайтадан қалпына келеді. Гарптың адамдары болса Кобиді құтқару үшін адамдарын жіберді. Ол адамдардың бірі Кодзуку. Ал Гарп болса өзінің уақытын сымела шай ішіп күтіп жатыр. Жиналып тұрған пираттардың барлығы Кобиға оқ атқан еді. Оқтарының басында гүл пайда болады. Кейін пираттардың біреуі бұның барлығын жасаған Вегапанктың адамдары емес пе? Яғни Вегапанктың өзі ғой деп айтады. Кейіннен болса Кодзуки Кобиға айтады: мен саған дәмді тамақ әзірледім, жегің келмей ме деп ұялып қалады. Ал енді алдағы уақытта қызық эпизодтардың бірі Гарп, яғни галактический ударды көретін боламыз. Гарптың әлбетте тәжірибесі бар, оған барлық нәрседе күлкілі болып көрінеді. Сендер немене менің ең сүйікті оқушыма атака жасайтындай кім едіңдер сонша деп галактический удармен Черная Бараданың островына қарай шабуыл жасаған болатын. Бұл Гарп ойланып қарасаңдар бір удармен галактический удар жасады. Вице-адмирал дәл қазіргі уақытта жасы 78-де. Өздеріңіз ойланып қараңыздар, ешқандай фрукты қолданбайды. Осындай дәрежеге шейін жетіп отыр. Гарпқа оннан қанша баға беретін едіңіздер? Совсем сил лишился. Говоришь такое после того, как все разрушил? Коби өзінің командасын көргендігіне қуанышты. Одан кейін барлығы да өздерінің командасына қарай кетіп бара жатқан кезде Кодзукиға Аокидзи шабуыл жасап оны қатырып тастайды. Кейінірек бізге флешбектарды көрсетеді. Акайну мен Аокидзи 10 күн бойы шайқасып, Акайну жеңіске жеткен болатын. Ал Аокидзи Акайнуға жұмыс жасаудан бас тартып кетіп қалады. Кейінірек Черная Бараданың командасын толығымен қатырып тастайды да Тич өзінің фруктысын қолданайын деп жатқан кезде Аокидзи оны сезіп, сен маған еш нәрседе жасай алмайсың деп оған психикалық атакалар жасаған болатын Аокидзи. Гарп қатты ашуланады да Аокидзидің бұндай ісін көтере алмай өзінің баяғы шәкіртіне шабуыл жасайды. Мұнда кімнің мықты, кімнің әлсіз екендігін дәлелдеу үшін.